Мынандай бір үрдістер болып бара жатыр. Әрине, қоғам болғасын әртүрлі ағым өкілдер бар. Бірақ соңғы уақытта біз мына кәріс мәдениеті, кәрістің өнер өкілдері, олардың киіну стилі, олардың өмірдегі өзін көрсету стильдерін бір осы елге алып келеміз деп. Қазір мен кездесіп жүрген аудиторияларда, қыздарда мынандай дүние пайда болды. Жігіт деген жылмиған, құлағына сырға таққан, нәзік, бет аузын әрлеген, терісі жұп-жұқа, осындай бір тырыстырып киім киген, қуыршақ сияқты, төбелес алмайтын, аурушаң артына тығылатын, осындай бір жігіттердің образын жүрегіне кіргізіп жатыр. Соның себебінен анау Атыраудан, анау Аралдан, анау Өскеменнен келіп, "Өй, қарындасым, танысып қояйық, менің атым бәленше, мен қаһарман деген жігітпін" десе, "Ужас, мынау не деген грубиян, мынау не сұмдық" дейтін жағдайға келді да. Сондықтан сіз бір сөз айттыңыз. Қазір бір ұлтты тұтастыратын, жаста кәрі де бір ауыздан бір мақұлдайтын әндер болмай тұр деп. Әндер. Бұл нені білдіреді? Демек, көрермендердің өзі арасына жік түскен бөлек-бөлек сиырдың бүйрегіндей бөлшектеніп бара жатыр. Мысалға, қарапайым мынандай психология бар, Жанболат. Бір қазақтың отбасындағы жеңгеміз болуы мүмкін. Баласын емізеді. Баласын емізген кезде ұятты жерім көрініп қалмасын деп теріс қарап, қалатымен бүркеп отырып емізуі мүмкін. Бірақ сол анамыз 3 сағаттан кейін қалалық жағажайға барып суға түссе, бүтіндей шешініп тастап суға түсе беруі мүмкін да. Бағана ғана кеудесінің жартысын жауып отырған анамыз неге 3-4 сағаттың ішінде бүтіндей шешініп тастайтын жағдайға келді? Себебі қоғамдық пікір. Мына мен үйде оның ішкі дүниесіндегі табиғи ұяты сыртқа шығып тұр да. Негізі ол табиғатындағы тазалығы соны қалап тұр, көрінбеуді. Бірақ енді мына жағажайда жұрттың бәрі жалаңаш жүр, ешкім-ешкімді ерсі көрмейді деген өзіне бір мақұлдау тауып алады да, бір адам бір күннің ішінде 2 түрлі құндылыққа өзінің қазығын байлайды, жібін байлайды. Сол сияқты қазақтың ішінде мынандай да дүние болуы мүмкін. Мысалға, Сәкен, мен, Бекжан біз тойға барамызда, қанша мағынасы өте бұрмаланған болса да, Мария Магдаленаға битеп отыруымыз мүмкін, басымыз қылтыңдап, немесе чип-чипті айтқан кезде етілдеп отыруымыз мүмкін да. Бірақ Сәкен мырза оңашада өзінің лексусымен Шымбұлаққа көтеріліп бара жатқанда Алтынбек Қорғызбаевты тыңдауы мүмкін. Мен ана Түркияда бір сапарға барған кезімде алмағаштың гүлінде еуді айтып жүрмін да. Біздің өзімізде 2 стандарт, біздің өзімізде 2 түрлі құндылықтар 2 жаққа тартып тұр бізді. Былай жүресің ба, былай жүресің ба деп. Ал енді қарапайым халыққа не айтамыз? Ана жастаршы, мысалға күндіз-түні алдынан ағыл-тегіл Бекжан мырза айтқандай ешбір сүзгісіз келіп жатқан дүние әкетіп бара жатыр ғой енді. Сонда ұлттық рухпен өспеген, өзінің ата-бабасынан келетқан уызына қанығып өспеген, сонау сар сүйегінен бастап мына ет жүрегінің сөзін ерінен шығарған кезде елім, жұртым, мынау менің қарындасым, мынау менің інім дейтін құндылықтарға өнер арқылы қанығып өспеген ұрпақ ертең елдің басына қауіп төнсе, немесе ұрпақтың басына бір нәубет келсе, еңсесін көтеріп, мен елдің жалауын көтеріп, жыртыққа жамау болайын дейтін, ол қайдан пайда болады? Ол бесік жырын естімесе, ол ағасының қасында айбатты, айбынды өлеңді сіңірмесе, ол әжесінің үніне құлақ түрмесе, ол халқының үніне құлақ түретін перзент бола ма, болмай ма? Біз қазіргі уақытта сонау айдаладағы, тұманды Альбиондағы боратқа айдаладан жүріп, боқтық сөзімізді боратып жүрміз, бірақ үйіміздің ішінде тұрып қарапайым Қайрат деген ютубтағы фильмдері арқылы біздің бүкіл ұлттық қасиеттерімізге аяғының нәжісін жағып жатқан шығармалар бар қазіргі уақытта. Біз осы дүниелерге уайымдамай, қолымыздан келмейтін, лақтырған тасымыз жетпейтін дүниелерді кейде айтамыз. Бірақ өзіміздің қолтығымызда, шапанымыздың етегінде жүріп, киізімізді тіліп жатқан, отымыздың ошағын өшіріп жатқан проблемалармен күресе алмай жатырмыз. Мінекей, шамның жарығы түбіне түспейді деп кейде мақалдаймыз, бірақ өкінішке орай алма ағасынан алысқа түспейтінінде ескеріп жүруіміз керек. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.